Bir dövrдің мөлдіреген аспан еді, бәріміздің өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, көбейсін немере шөберелер, кеңейсін әрдайым керегелер. Жолығуға сығама күткенде, қайранар тілдесуге қорқама. Әлемді қадірменді қонақтар, осындай керемет тойымыздың мерекесі мен берекесін келтіріп отқан сіздер мен біздер, сондықтан да айып болмаса орнымыздан тұрып, шапалағымызды аямай ұрып, жымайып күліп, бүгінгі той иегерлерін сіздерден қошемет құрметтеріңіз. Қошеметтеріңіз, шапалақтарыңыз соқтамасын. Айқай шу қайда? Жетпіс күндір қайда? Осы сыр қайда? Естімей дауыс, қойшыраға. Өткенде бір ағамнан сұрап өтсем, Ырысбай сияқты ағамызға 50 жас деген қандай екен десем, ай сол 49-ға жетпейді екен деп. Құда қаласа осындай 50 жасқа жеттіңіз, 60-тан асып, 70-тен жетіп, 80-ден секіріп, 90-нан тоқтамай, 100-ден өте беріңіз. 100-ден кейін қайда кетсеңіз, сонда кете беріңіз. Ал бәрекелді тойға құтты болсын. Енді Ырысбай аға, мынау енді құда қаласа мынау Әсемгүлдей жеңгемізбен отандасқандығымызға неше жыл болды? 22 жыл болды. 22 жыл болды. Ардақты ағайын, 22 жыл бір әйелмен. Мынау енді 22 жылда мынау енді шашы әрі қара екен деп атқаным ғой. Шашы шамал түсті енді. Мынау шаштың түскені, бастың піскен дейді енді. Құда қаласа осындай той қуанышыңыз құтты болсын. Енді Алланың берген неше балапандары бар? Отырған санын айтып өте қала. Тұрған балаларым не? Санын айтпайды дейді енді. Мынау енді, бірақ енді Ырысбай ағамыз смело тұр. 4 қыз ғой. Жұмақтың кілді қолында деп тұр ғой енді. 4 қызы бар, ол жұмақтың кілдеген. Сондықтан да мынау жұмақтың құда қаласа биік кабинесінде тұрсыз ғой. Ашық құда қаласы биік кабинесінде. Мынау енді. Ал енді осы 4 қызымыздың орындауында кереметті әніміз бар, ән шашуымыз бар. Қызметінде мәртебе. Бәрекелді балам десе болғаны баққысының басына кеп қонғаны деп осындағы бүгінгі дастарханымыздың бел пердесін, яғни шымылдығын ашып беру үшін ақжаулықты аналарымыздан, асқардай әкелерімізден тойдың бел пердесін ашып алу айдан анық. Сондықтан да дегенде өлеңді айта алмаймын, ауылыма бір барған соң қайта алмаймын. Өзге біреу айт десе айтпасайдым, жезделеріміздің көңілін қайтармаймын деп қайын жұрт Қаратаудан қашып кетсін. Бүгін сізді ренжіген қыздардың барлығын трактор басып кетсін. Рахмет. Енді жалғыздық тек Құдайға ғана жарасқан дейді. Сондықтан да жұп болсын дейміз. Қазір баннерге жақсылап естелікке фотоға түсіп алайық. Сізге сұрақ қоям. Сұрақтың жауабын тапқан ағайындарға бір бөлмелі пәтер. Шапалақ соғып қойдыңыздар міне. Құдай қаласа мына Лесі заводтың соғылып жатыр. Лесі завод деген микрорайонды білесіздер ма? Сол жақтан соғылып жатыр. 2030 жыл аласыңдар Құдай қаласа. Қай қаладан бастап бірінші сұрақ қойайын? Так, бірінші. Қалай? Қостанайдан біреу, сосын Ақкөлден екеу. Торғайлықтар қайда? Одан кейін Ақкөл. Мыналар қақты көзі. Қайдан бастайтын болдық, құрметті қонақтар? Алғашқы сұрағымыз мынадай. Торғай қаласында неше монша бар? Біреу дейді. Алла сақтасын. Бәрі бір моншаға сөз бе? Кемпір қай кезде қыз болады, қолды көтеріп айтайық. Әсемгүл тәтемізге туған шапалақ. Кемпір 4 күніне барғанда қыз болады екен ғой. 95-тегі кемпірге қыз-ау, шай ішейш демей ма? Сондықтан да Әсемгүл тәтемізге бір шапалақ соғып қойыңыздар. Жан досым. Жан досым. Бітпесі. Ал, бүгін енді Ырысбай ағамызбен Әсемгүл жеңгемізді сыйлап келсеңіздер, орнымыздан тұрасыздар. Бірінші стол, екінші стол ғана тұрамыз.
Ағай, шын Ақкөл 2-2 болсын енді. 3. Bir, екі, үш. Çok bir şey var değil mi? Bir, iki, üç. Bu kısır bomba desi bomba desi. Kim külüp koyar sol çekilir. Hayret ana. Sınır vardı deydi. Sınır vardı deydi. Hayret ana sandıram deydi. Hoşum. Tak. Üç. Ya Hayret ana külmesin şunlar şükürü var mı? Siz zeynep deyip durunuz var. Kim жеңді? Hayret ana külüp тұр. Мынасы ол да күтіп тұр. Мына. Kim жеңді? Мына апам айтып жатыр, апам айтып жатыр. Апам айтып жатыр. Екеуі де күліп тұр дейді. Екеуі де жеңсіз дейді. Екеуі де бойда екен деп жатыр. Сондықтан да. Барма? Кім? Ұстама, тегіз просто, тегіз тап.